Сәлеметсіздер ме? Сіздермен бірге Амина, менің каналыма қош келдіңіздер. Сіздермен бүгін осындай өте керемет және өте дәмді шығатын кекс пісіретін боламыз. Кекстің начинкасына мен жаңғақ салдым. Сіздер кез келген нәрсе салсаңыздар болады. Ең алдымен керекті заттарды дайындап аламыз. Ұнға ұн қопсытқышты саламыз, 1 шай қасық. Енді жұмыртқа мен қантты араластырамыз. Қантты 2 бөлікке бөліп саламыз. Қант пен жұмыртқаны жақсылап араластырып болғаннан кейін ерітілген сары май қосамыз. Енді сүт құямыз. Барлығын жақсылап бір келкі болғанша араластырамыз. Барлығын жақсылап араластырып болғаннан кейін ұнды саламыз. Ұнды 2 немесе 3 бөлікке бөліп саламыз. Ұн міндетті түрде ұн қопсытқыштан өткізілген болуы қажет. Сонда кекстарыңыз жақсы көтеріледі. Енді ұнның 2 бөлігін саламыз. Барлық ұнды салып, барлығын жақсылап бір келкі болғанша араластырамыз. Ұнды жақсылап араластырып біткен соң, ас содасы мен уксус саламыз. Ас содасына жаңа шай қасық ас содасына 1-1,5 шай қасық уксус құямыз. Барлығын жақсылап араластырамыз. Осыны қамырға саламыз. Енді уксус пен ас содасының реакциясы кеткенше миксердің көмегімен немесе венчиктің көмегімен барлығын жақсылап араластырамыз. Дайын болған қамырға мен жаңғақ қосамын. Сіздер изюм немесе басқа кез келген жаңғақтарды қоссаңыздар болады. Барлығын жақсылап араластырамыз. Осы жаңғақ салар кезде духовканы 250 градуста қыздырып қойыңыздар. Енді қамырымызды кекс пісіретін жаңа қалыпқа 2 қасықтан құйып шығамыз. Осының барлығын духовкада 250 градуста 25-30 минутта пісірамыз. Мінекей, біздің кекстарымыз дайын болды. Астарыңыз дәмді болсын. Видеоны аяғына дейін қарағандарыңызға рахмет. Сіздермен бірге болған Амина. Видеоны
қарап, каналға тіркеліп, лайк басуды ұмытпаңыздар. Сау болыңыздар.